Асырап алғанын білгенде кетіп қалдым. Мен секілді асыранды балалар көп шығар, бірақ олардың қандай күйде жүргенін білмейміз. Жүрегіндегі бір арманның кейде-кейде бас көтеріп, бәлкім туған ата-анамның жанында өскенімде қалай болар еді деген сұрақтардың мазалауы да орынды шығар. Мен де өз ойыммен өзім арпалысып, өмірге өкпелеп, неге мен өзгелер сияқты емеспін, неге ата-анам менің асыранды бала екендігімді жасырып келді деген сұрақтар маза бермей, қатты ренжулі болғандықтан үйден кетіп қалған едім, шындықты білген кезде. Бірақ бұл қылығымның дұрыс еместігін білгеннен соң кешірім сұрап қайта келдім. Анам жылап қарсы алды. Мені 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, дүниеге алып келмесе де, қызылшақа дәрменсіз күйімнен осы күнге дейін өсіріп жеткізгені үшін анамның алдындағы перзенттік парызымды өтей алмасым анық. Мен ренжіп кетіп қалған кезде мен ойлағандай, мына өмірдің шуақты емес екендігіне көз жеткіздім. Ата-анамның қанатының астында өскендіктен жалғыз өзім не істерімді, қайда барарымды білмедім. Қатты қиналдым. Сол кезде көп ойландым. Адам өзімен өзі қалған кезде өткені мен бүгініне көз жүгіртеді екен. Шынында да мен осы кезге дейін ата-анамның құшағында еркелеп, жеңіл өмір сүрсем, енді бірден есейіп, байыпты адамға айналып оралдым. Мүмкін мені асырап жеткізген ата-анамның қадірін түсіну үшін осылай болғаны да дұрыс болған шығар. Мен шындықты білгенше өзімнің асыранды бала екеніме ешқашан күдіктенбегенмін. Өйткені менің түр келбетім әкеме қатты ұқсайтын, ал анамның мейірбандығы, жұмсақ жүректілігі, жалпы мінезіміз анам екеумізді туған ана мен қызы емес деуге жеткізбейтін. Басқалар да біз туралы шетін әңгіме айтып күдік тудыратындай мәселелер сөз болмаған еді. Менің суреттерім көп ата-анаммен бірге түскен. Тіпті әкем мен анам мені перзентханадан шығарып алған кездегі суреттерінен тәй-тәй басып жүрген кездегі жыл сайын 1 жас, 2 жас деген суреттерімізге дейін сақтап қойғанына қарап, туған ата-анам болмауы мүмкін деген ой келмейтін. Бірақ мені мазалайтын, мен неге жалғызбын, басқа бауырларым неге жоқ деген сұрақтар болатын. Анама да талай рет қиғылықты салып, қашан маған бауыр сыйлайсыз деп қинайтынмын. Анама осы сұрақты қойған сайын жүзі алабұртып өзгеріп кететін. Сонда мен баламын ғой, түсінбейтінмін. Біздің барымыз да нарымыз да сенсің. Алла беріп жатса дүниеге сәби әкелуден қашады деймісің, сондықтан маған бұл сұрақты қоя берме, жарай ма? Сен аман болсаң, біз аман болсақ, мына өмірдің бақыты сол деуші еді. Кейін мен анамның жүрегін ауыртпау үшін қайта мазаламадым. Балалық шағым керемет болған, әкем де анам да жұмыс істейтін. Сонда да екеуінің мейіріміне қанып өстім. Басқа балалардан көш ілгері болдым деп айта аламын. Үйдің жалғыз перзенттері солай өседі ғой көбінесе. Ішкен жегенім алдымда, жемегенім артымда. Ең әдемі киім менде, қысқасы еш таршылық көрген жоқпын. Мен нені қаласам да ата-анам соны орындауға тырысатын. Мектепті аяқтап жоғары оқу орнына түстім. Бұл кезде өзімнің қалаған мамандығым бойынша өзімнің туған қаламда білім алып жатқанмын. Алғашқы курста едім, сол кезде білдім осы шындықты. Жасөспірімдік шақ болмаса да жас едім. Мен мұны қабылдай алмадым. Ата-анам маған өгей екен, мен олардың асырап алған қыздары екенмін. Демек, олар мені осы күнге дейін алдап келіпті. Бұл маған өмірдегі ең үлкен опасыздық, ең үлкен сатқындық секілді көрінді. Кешіре алмайтын шығармын деп ойлап едім. Алайда ойлануға, шешім қабылдауға уақыт керек екен. Осы әлеуметтік желі шулап еді ғой. Елімізге белгілі әнші апайымыздың қызы дәл мен секілді күйді бастан кешіріп кетіп қалғаны. Кім жайлы айтып отырғанымды да түсініп отырсыздар. Сол секілді менің де жан дүнием астан-кестен болды. Бұл жағдайды қабылдау мен үшін әрине біраз уақыт керек болды. Мен де дәл сондай жағдайды бастан кешірдім. Сондықтан ол қыздың жағдайын да түсіндім. Егер саналы қыз болса қайтадан келеді деген сенім болды. Өзім де ойлана келе туған әке-шешеме керек болмаған шығармын. Бірақ далада қоқыста немесе балалар үйінде өспегеніме шүкір. Мені тумаса да туғанынан артық баққан мынадай ата-анама мен обал жасаған жоқпын ба? Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды деген сөз адамдарға арналмаған ғой. Мен саналы адам емеспін бе? Маған жасаған соншалықты қамқорлықты, соншалықты маңдай тер мен еңбекті жоққа шығара алмаймын. Керісінше мен ол кісілерге қарыздармын ғой.
Осы күнге жеткенім, 12 мүшемнің аман сау болғаны, қарным ашпай, жаурамай жайлы өмір сүргенім үшін мен неге баққан-қаққан ата-анама рахмет айтудың орнына олардан қашамын? Олардың да жүректері қарс айырылып жатқан шығар, қартайған шағымызда сопиып қалмайық деп бала асырап алғаны олардың жазығы ма деген сан тарам ойлардың шырмауынан әрең шығып ата-анамның алдына бардым. Мені ойлап анам ұйқысынан айырылып, әкем нәр татпай құр сүлдерлері қалған екен. Мен де қайтып кірер есігіңді қайтып жаппа дегендей қайта келерде қатты жүрексіндім. Ата-анам ашуланып менен қатты көңілдері қалып қойған болса, қайта қабылдамай үйге кіргізбей қойса қайтем деген үрей де бар еді бойымда. Сонда да мен барынша аяқтарына жығылып кешірім сұрап қалайда көңілдерін табамын деген оймен алдарына бардым. Қайта қауышқан сәтте өкпе реніштің барлығы жуылып шайылып көз жасымызбен бірге сыртқа шықты. Олар да менен кешірім сұрап, осы күнге дейін менен шындықты жасырғандары үшін өкінетіндіктерін айтып, мен де олардың жүзіне аяқ қойып, үміттерін таптағаным үшін кешірім сұрадым. Қателескенімді мойындадым. Менің өздерінен басқа ата-анам жоқ екендігін де мойындадым. Солай бір-бірімізден шер тарқатып, бір-бірімізді кешіріп, қазір бұрынғыдан да тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Аллаға шүкір айтамын, мен осындай ата-ананың қолына түстім. Өмір бойы ол кісілерді басыма көтеріп жүруге уәде етемін. Тұрмысқа шығып кетсем де, мен ата-анамды ешқашан тастап кетпеймін. Менің осындай тағдырымды түсінетін, әрдайым қолдайтын, жанымда болып, менің ата-анамды өз ата-анасынан кем көрмейтін қазақтың мықты ер азаматы жолықса, тұрмысқа шығудан бас тартпас едім. Ол күндердің де алыс емес екендігіне сенемін.